Сәлеметсіздер ме? Енді тағы да бір айтатын жайт. Мысалға міне тақырыптық толтыру 100, тапсырмасы 100, тапсырманың уақытылы толтыруы. Біз жаңа 3 сабақты жасадық. Сондықтан мына жерде 100, енді жоспардың жүргізілуі 100. Журналды жүргізу, ол мысалға жаңағы жасалған 3 сыныпта 100. Енді мысалға мына жерде 5-ші В сыныбын жасайық. 5-ші В сыныбы 2-ші топ. Басамыз, мысалға 5-ші В сыныбы информатика сабағы. Бұл жерде міне 2-ші топ таңдаймыз. Көргендеріңіздей бүгін мысалға міне балалар оқушыларыңыздың бағаларын қоясыздар. Және де сол күннің үстіне басасыздар. Бастыңыздар. Сабақ өтілдіні қоясыздар. Бір оқушыға комментарий жасайсыздар. Және де мына жерде міне тапсырманы орындау күйін бастыңыздар. Енді есепті құрастыруды қайтадан құрастырсаңыздар, бұл жерде міне қарасаңыздар, сізде тақырып толтыру 100, үй тапсырмасы 100, жоспар жүргізу 100, журналды жүргізу 100 болады. Ал бірақ үй тапсырмасы уақытылы толтыру бізде 100 болмайды. Оны қалай жасайсыздар? Күнтізбелік тақырыптық жоспарға сол сыныпқа басасыздар, қайтадан түгелін ашасыздар. Одан кейін жерде міне күнтізбелік тақырыптық жоспарлау ашылады. Міне 30 күні 30.04. Осы жерде мына посмотреть домашнее заданиеға бассаңыздар, мына жерде міне осының күйін орындалдыға қойғаннан кейін барып сіздер міне есепті құрастырсаңыздар, тура осындай міне көргендеріңізде 5-ші В сыныбы 100% болды. Тура осындай осыған дейінгі сабақтарды қарап шықсаңыздар болады. Мысалға мына 27-сі мен осы аптаның сабақтары 27-сі мен 30 күнге дейінгі аралықты тексеретін болсақ, мысалға кімде осы жері 0 болып тұр, жаңағындай қылып барып түгел жасауға болады. 0 болып тұрған біздегі алдағы болатын 3 сабақ. Тура осындай 100 жасауларыңызға болады.